Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай мерзімді басылым беттеріне жарияланған мақалаларға библиографиялық шолуды ұсынады. Бақытжан Тобаяқов, тәуелсіздік тәжі. Азаттыққа ата-бабам ғұмыр бойы шөлдеген, қаптап жатсын жауларым, таптап жатсын бауларын, сонда дағы жаны сыры өлмеген. Қазағым-ай, ғажабын-ай бүгінде, бұрын соңды көрмеген. Отырмыз ғой төбеде сен, төрде мен. Түрленгендей балмағыздай байтақ менің мекенім, бүрленгендей бұтақтарым, далиғандай етегім. Бұлағайлы толағайлы күшпенен көрерсіңдер, шынар шыңға жетемін. Байсың қандай қазыналы жерлерім, елім менен, сенім менен менде бүгін ерледім. Сардарлармен, сарбаздармен сайдақтай, өр биікке өрледім. Айқын қандай айпаралы астанам, сүйсінеді тұрпатына кәріменен жас балам. Шарықтайды, қалықтайды көгінде, алқау тілек, алқын жүрек асқаған. 20 жылым зымырандай өтті бек, ұшпағына ұшқан құстай жетті деп, тәуелсіздік таңы менен туғандар, қомдан қандай, сомдан қандай тектілік. Артта қалды айқастарым шайқасым, қуғындалды, қырғындалды сайтасым, ендігіде емен жарқын елімнің көк байрағын көпсінгендер байқасын. Ақжол 2021 жыл 29 маусым 78 саны бойынша Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты Жамбыл облысы бойынша филиалының директоры Нұрлан Сарымбетовтың «Тәуелсіздік мемлекеттің негізі» атты мақаласында ел тұғыры тәуелсіздік жайлы айтылады. Еркіндіктің ерке самалымен еркін тыныстағанымызға міне 30 жыл толды. Егемен ел болып, еңсемізді тіктеп, басымызды көтеріп, өзгелермен тереземіз теңесіп, заманның ұлы көшінен қалмай, өркениет биігіне жетуге талпынып келе жатқанымыз анық. Осы жолдағы күрес еш уақытта тоқтамақ емес. 15 ғасырдың ортасында Керей мен Жәнібек құрған қазақ хандығынан бастап, қазақ халқы өз тарихында еркіндікті көксеп, ертеңгі бейбіт күндеріне асықты. Биыл егеменді ел болғанымызға 30 жыл толғалы отыр. Бұл аз ба, көп пе? Мемлекет үшін көп деуге келмейді. Жеткеніміз қайсы десек, елдегі тыныштық, экономикадағы тұрақтылық, сыртқы елдермен достық қарым-қатынастар, әлемдік қауымдастық алдындағы іргелі істеріміз, тағы басқалар осы 30 жылдағы жетістіктердің бір парасы болса керек. Қай халықта бай қуатты, дәулетті болуға тек тәуелсіздіктің арқасында жететіні айдан анық. Сондықтан әлемдік дамудан кенжелеп қалмау мақсатында аянбай еңбек еткеніміз маңызды болмақ.